Мен 10 жыл бұрын өзін дамытуға қызығушылық таныта бастағаннан бері адамдардың күнделік жүргізетін артықшылықтар туралы көп айтатын байқадым. Бұл оларға ойлаудың анықтығын сақтауға, зейін салуын дамытуға, мақсаттарын қадағалауға және ойларын реттеуге көмектеседі. Содан мен неге 30 күн бойы оны жүргізіп көрмеске деп ойладым. Және мен айтылған артықшылықтарды көре аламын ба? Бірақ мен шынымды айтсам, бұл нағыз ақымақтық деп ойлаймын, және солай болды. Бірақ толықтай емес. Күнделік жүргізудің түрлі әдістер бар. Мысалға, сіз түс көріңіз, соны түстер күнделігіне жазыңыз. Тамақтар күнделігін жегеніңізді қадағалауға, жаттығулар күнделігін жетістіктеріңізді бақылауға, және де тапсырмалар күнделігі әдеттеріңізді, жұмысыңыздағы мәселелеріңізді қадағалауға қолдана аласыз. Осы әдістердің барлығында негізгі сөз бақылау. Осындай бақылау біздің жылжып бара жатқанымызды көруге көмектеседі. Ол айқын көрінбесе де. Жылжығанымызды есте сақтау миға қиындау болып келеді, бірақ егер сіз оны жазып тұрсаңыз, бұл бақылаудағы ең мықты құрал болады. Мен өзім жалпы көңіл күйімді бақылап отыру үшін 30 күн қатарынан күніне 10 минут еркін түрде жазуды міндеттенемін, және өз ойларымды түсініп, айқындай аламын деп үміттенемін. Не үлкен құпияларды ашамын. Немесе бұл бостан босқа уақыттың кету екен түсінем. Сонымен, бұл мен күнделік жүргізудегі бірінші тәжірибем емес. Мен бұл 6 күнделікті соңғы 8-10 жылда жаздым. Және мен барлығында сәтсіздікке ұшырадым. Оған екі себеп бар. Біріншіден, мені күнделік толтыру жалықтырады. Қараңыз, бұның ішінде түк жоқ деуге де болады. Ал екіншісі, менде мүлде жүйелік болмады. Мен кейде апталарды, не айларды өткізіп жіберіп, содан кейін ғана оған қайта оралатынмын. Әрине, кейін мен өзімді кінәлайтынмын, бірақ бұдан мен әлеует көрмедім деген үмітте болдым. Сондықтан мен бұны қайттан көріп жатырмын. Мүмкін маған табандылық жетіспеді уақытты бағалауға. Осыдан шығар сынақты таңдағаным. Менің тұрақталған әдеттерімді алсақ, күнделікті кітап оқу, жаттығу залына бару, бұл әдеттердің пайдасы бірден тимеді. Сондықтан мен бұл 30 күндік сынақтан өткен кезде бұның пайдасын түсінетін шығармын. Бұл үлкен Малескин күнделіктерін қолданғанша, қалталық өлшемдегі Барон Фиктің күнделіктерін қолдануды шештім. Өткен бұл минимализм. Шыны керек, мен көп жазғым келмеді. Сонымен қатар осы айда көп саяхаттағандықтан маған кішкентай күнделік керек болды. Қалтама салбап, өзіммен бірге кез келген жерге алып кететіндей. Сонымен, мен бұны бастадым. Бұрышқа отырып, бірнеше бетті 10 минуттай толтырып отыратынмын. Өз жұмысым, шүкіршілік ететін заттарым жайлы, жоспарларым, саяхаттарым және көшетін туралы жаздым. Сол кезде ойыма не келеді, соның бәрін жазып отырдым. Жалығып кеткенше дейін. Ал мен өте тез жалығып кетем. Уақыт өтіп жатты. Бір жағынан мен бұнымен міндетті түрде айналысым керек. Ал екінші жағынан мен мұны мүлде істегім келмейді. Мен күнделікті жазуды жиі ұмытып кетіп, төсекте жатқанда кешкі сағат 10-да бірақ есіме түсетін. Бірнеше ойларымды ғана жазатынмын, және бұл ең үлкен кедергі болса керек. Жай ғана уақыт табу емес, сонымен бірге бұл әрекеттен ләззат алу болды. Өйткені мен бұны істеуге міндетті сияқты сезіндім. Бұдан теген кішігірім пайдасы, мен перфекционизмімді азайттым. Бұл тұжырымдама осы істен тыс екенін түсіндім. Жазғанды мүлде өзгерте алмайсың. Компьютерде жұмыс істегеннен кейін қалаған бойынша өңдей аласың. Бұл мен сияқты перфекционист үшін керемет нәрсе. Мен бейнені өңдеп, немесе сценарийін жазып жатқанда қателіктер жіберемін. Өңдеу туралы ойымды өзгертіп, барлығын басына бастай алам. Бірақ күнделікпен мұндай мүмкіндік болмайды. Бұл жақта шектеулі боласың. Мен бұны бастағаныма өкінбеймін деген үміттемін. Мен үшін бәрі жақсы болды. Отбасыммен, достарыммен тамаша қарым-қатынас, жұмысымды істегеннен ләззат аламын. Қаржы жағынан өзімді тұрақты сезінемін. Және осы жақта күнделік артық жүк сияқты болды. Иә, қазір бәрі жақсы жүріп жатыр. Бұл жай ғана ақымақтың ісі сияқты. Не үшін мен бұны істеп жатырмын? Қиындық жоқ қой деп ойлағанда қателік істеп қойғанын түсіндім. Қиындық келмейтін сияқты болды. Мен шетелге сапарынан оралғаныма 2 күн болғанда, мені өмірімде ешқашанда болмаған алаңдаушылық басады. Бұл мені күтпеген жерден ұстап алады. Мен үшін бұл жаңадан бір сезім болды. Бұған факторлардың жиынтығы әсер еткен болар. Саяхат, көшуім, жұмысымнан түсетін қысым. Мен бәрі жақсы болып жатыр деп ойлаған сәтте, маған өмір қатты соққы береді.
2019 жылдың 20 мамыры Нат және мен жаңа пәтерімізге көшіп келдік, және мен жазғаным: жақсы түнгі ұйқыдан кейін бұрынғы өзімді қайтарам деп үміттенемін. Үйді тазалау үшін өзімді қинау қиын. Қораптарды реттеп жұмысыма оралу керек. Менің ойым мен денем толығымен менен қарсы болып тұр. Менің жүйкем тосып бара жатқанын, алаңдаушылық күшейіп жатқан сеземін. Бұл сезімді жек көрем. Мен жай ғана ол сезімнен құтылып, өзімді жақсы сезініп оянғым келеді. Мен көп қайталып кеткен шығармын. Егер сені осы сезім басып алса, онда одан басқа түк те ойлай алмайсың. Бұны параққа жазудың өзінде менің уайымым мен алаңдаушылығым жойылмады. Бірақ бұл маған осы сезімді қабылдауға көмектесті. Ол ойлардан қашуымды, ол өзі бар ма, ол жоқ деп өз-өзіме алдауымды тоқтатты. Қалпыма келгеннен соң бірнеше аптаға күнделік жүргізуді жалғастырдым. Толықтай қалпыма келіп аяғыма тұру үшін уақыт бердім. Ауырып қалып күнімді, денсаулығымды, жұмысымды қалыпты деңгейде ұстауға мотивациям жоғалттым. Бірақ барлығы орнына келе бастады. Осы бейнен көшкенімізге бір ай болғаннан соң түсіріп жатқанда алаңдаушылығымнан аз нәрсе қалды. Кейде ол білініп қояды, бірақ қатты емес. Егер күнделік жүргізуді өз-өзін дамытудың басқа да құралдарымен салыстырсақ, оны пайдалы деп есептеймін. Мен тұманда қиындықтармен жүргенде ол өміріме айқындықты енгізді. Сонымен, шындық айтатын сәт келді. Мен бұл сынақты істеп көруді ұсынамын ба? Иә, мен ұсынамын. Өзіңізді сынап көрдіңіз. Бұл бос іс болмады. Сенде ойлануға ойлар болады. Бұл маған психологиялық құлдыраудан шығуға көмектесті. Жай ғана маған жұмыстың өзі ұнамады, ал идеясы кәдімгідей ұнады. Онымен қайта-қайта тәжірибе жасай бергеннен кейін өмірім үшін құндылығы арта берді. Мен оған қайта ораламын, бірақ қиындықтарға тап болғанымда, алаңдағанымда не белгілі бір нәрселерді ойлану керек болған кезде. Сонымен күнделікті өмірде оны жалғастыру тұрарлық нәрсе емес деп ойлаймын. Ал сіздің күнделік жүргізген тәжірибеңіз бар ма? Міндетті түрде пікірлерде жазып кетіңіз. Арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер бейне ұнаса, лайк басып жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Көргеніңіз үшін рахмет.